Каспи арқылы әлеуметтік төлемдердің пенясын қалай төлейміз? Соның ішінде пенсионка, платежи кіреміз. Оның ішінде штрафы и налоги, соның ішінде платежи для ИП, обязательно пенсионный взнос, пенсионканың пенясын қалай төлейміз? Ашамыз, үстінде обязательно пенсионный взнос деп тұр. Осын басамыз, астында пеня за несвоевременное перечисление ОПВ деп тұр. КНП 0.19, осын таңдаймыз. Именно КНП 0.19 болсын. Период оплаты, мысалы, 2023 жылдың декабрь айына төлеп жатырмын дейін. Мына жерге иінімізді жазамыз, өзіңіз үшін төлеп жатсаңыз, иін платильщикаға да, иін работникаға да жазасыз. Суммасы, мысалы, 100 теңге. Готово. К оплате дейміз да, тура осылай төлейміз. Бұл бізде пенсионный отчисленияның пенясын төлеу жолы. Келесі, социальное отчисление. Социальное отчисленияға кіреміз, выберите тип платежа деген басамыз, астында КНП 0.17 пеня социальное отчисление деп тұр. Осыны басамыз, КНП 0.17 период оплаты. Мысалы, декабрь болсын 2023, иінімізді жазамыз екі жерге де, одан кейін суммасын жазамыз, мысалы 2000 теңге. Готово дейміз, әрі қарай к оплате деп төлейміз. Бұл бізде социальное отчисление пенясы. Келесі, медстраховка взностың пенясын қалай төлейміз? Ол үшін үшіншіге кіреміз, отчисление на обязательно социально-медицинский страхование дегенге кіреміз. Үстін басамыз, КНП 121 деп тұр, үстін басамыз, астыңғы жағында пеня за несвоевременный взнос на ОСМС деп тұр. КНП 124. Бізге осы 124 керек взнос төлеу үшін. Период оплаты, мысалы, декабрь 2023 жыл. Иінімізді жазамыз екі жерге де, және суммасын жазамыз. Мысалы, 100 теңге. Әрі қарай к оплате деп төлей береміз. Бұл бізде пенсион, медстраховка, яғни взносты пенясын төлеу жолы. Осылай төлейсіздер.